Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы бір кесегін үзіп ап, үйіме әкеп қояр ма ем. Сабақтың мақсаты кемпір қосақ туралы білімді кеңейту. Жұмбақтың шешімін тап. Алдым да әр түрінен жібек жіптің, аспанға әшекейлеп кесте тіктім. Шешімін дұрыс тапсаңдар, Қошаққандардың өлеңін тыңдайық. Жаңбыр бітті алақай, далаға шықпалақай, кемпір қосаққа қара, әрбір түстерін сана. Бірінші түсі оның қызыл қызғалдақтай, екінші түсі оның қызыл сары балдай, үшінші түсі оның сап-сары тарыдай, төртінші түсі оның көгілдір аспандай, бесінші түсі оның жасыл жапырақтай, алтыншы түсі оның көк көлдің суындай, жетінші түсі оның күлгін орамалдай. Балалар, есімізге түсірейік, Мұзафар Әлімбай кім еді? Оның қандай өлеңін оқыдық? Мұзафар Әлімбайдың «Кім жомарт, не жомарт» өлеңін оқыдық. 81-82 беттегі кемпір қосақ өлеңін мәнерлеп оқып шығыңдар. Енді мына бейнебаяндағы балалармен бірге кемпір қосақ туралы деректер тыңдайық. Жалқабек, кімді күтіп отырсың? Тазша бала, сенсің сәлем. Бүгін ертемен жауын шелектеп жауып еді, ал мен жаңбырдан соң түрлі түсті жолағы бар кемпір қосақты көруге болады деп естігем. Соны күтіп отырмын. Онда кемпір қосақты көруге кешігіп қалдым болсын. Себебі жауынның жауғанына біраз уақыт өтті, тіпті түс болып кетті. Қалайша? Маған айтып еді ғой, кемпір қосақ жауын басылғаннан соң болады деп. Сондықтан жауын селдетіп жауып жатқанда мұздап қалмайын деп үйге кіріп ұйықтап жаттым. Сосын далаға шықтым. Жалқабек, сен ұйқыңды қандырам деп жүргенде керемет көріністен құр қалыпсың ғой. Жаңбыр жауғаннан кейін шығады ғой, бірақ жарты күн өткеннен кейін емес. Мен кемпір қосақты қатты көргім келіп тұр. Енді қайттым. Жалқабек, осы сен кемпір қосақ сөзінің қайдан шыққанын білесің бе? Жоқ. Кемпір қосақ туралы аңыз әңгімелер өте көп. Солардың біріне сенсек, жаңбыр саябырлағанда салмауыз кемпір өзінің түрлі түсті қойларын қосақтап сауыпты. Міне, содан бастап кемпір қосақ деген атау пайда болыпты. Тазша бала, сен сондай ақылдысың. Сен өте көп нәрсе білесің. Енді маған тағы да айтып бересің бе? Кемпір қосақ туралы деймісің? Онда бірге тыңдайық. Кемпір қосақ аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрінде көрінетін атмосферадағы керемет құбылыс. Кемпір қосақтың нағыз қазақша мағынасы әшекейлі күмбез дегенді білдіреді екен. Ол қалай пайда болады? Қапырық ыстықтан кейін бұлт қоюланып, нөсерлетіп жаңбыр жауып, қарсы жағында жарқырап күн көрінеді. Дәл осы кезде тарап бара жатқан қара бұлт арасынан жерге қарай иілген алып доға тәрізді кемпір қосақ пайда болады. Оның бір-бірімен жарыса астасқан жеті жолағы: қызыл, ақшыл, сары, сары, жасыл, ақшыл, көк күлгін жеті түске малынған. Ал бұған себепші былайша сары болып көрінгенімен, шындығында жеті түстен тұратын жарық сәуле кәдімгі күн жарығы екен. Мен кемпір қосақты бұрынғыдан да қатты көргім келіп тұр. Теледидардан бүгін түстен кейін тағы да жаңбыр жауады деген. Алақай, жауын жауғанша үйге кірмеймін. Мен де сенімен бірге
кемпірқосақ туралы білгісі келеді. Ал онда мұнда келіңдер. Ал сендер достарым қайда бет алып бара жатсыңдар? Мен таңертеңгі жаңбырдан соң кемпірқосақты өткізіп алдым. Ауа райында тағы да жаңбыр жауайын деп жатыр дейді. Сондықтан тазша бала екеуміз сол жаңбырды бірге күтейік. Оларың дұрыс екен. Ал бірақ сендер кемпірқосақты мынау қарапайым күнде көріп жүрген субұрқақтың қасынан да көруге болатынын білмедіңдер ме? Басқа? Әрине. Ендеше сол саябақтағы субұрқаққа барсақ қайтеді? Иә, дұрыс. Бірақ алдымен біз сол кемпірқосақтың түстерін анықтап алайық. Міне, мынау 7 түсті гүл. Осыны сендер кемпірқосақтың түстерімен сәйкес етіп ретімен орналастырыңдар. Жарайсыңдар балалар. Қане балалар, сендер сурет бояғанды ұнатасыңдар ма? Әрине. Ендеше жүріңдер сурет салайық. Ал достарым, енді кемпірқосақтың түстерін жақсылап жаттап алу үшін мына кемпірқосақты бірге бояп шығыңдар. Ал жарайсыңдар балалар. Жұлдызшы, сізге көп рахмет. Бояу маған ұнады. Тек қана біз емес, біздің достарымыз да кемпірқосақтың түстерін, және кемпірқосақты біліп жүретін болды. Кемпірқосақ қалай пайда болатын? Кемпірқосақ сөзінің мағынасын, және де кемпірқосақты қашан көруге болатынын біледі. Өздерің де жарадыңдар балалар. Жауын жауайын деп жатыр. Алақай! Ал келесі кездескенше достар.